Қоян мен тасбақа. Бір күні қоян орман ішінде серуендеп жүріп, баяу жылжып бара жатқан тасбақаны көріп, күліпті. «Ей, тасбақа, сенің жүрісің қандай баяу еді? Мына түріңмен өміріңде еш қайда жете алмайсың ғой», деп мазақтапты. Тасбақа сабырмен жауап беріпті. «Мүмкін мен баяу шығармын, бірақ тоқтамай жүремін. Ал сен жылдамсың, бірақ кейде тым сенімдісің. Қаласаң жарысайық, кім бұрын тауға жетер екен?» Қоян күлкісін әрең тыйып, жарысуға келіскен екен. Екеуі жолдың басына келіп, белгі берілгенде жүгіріп кетіпті. Қоян әп-сәтте тасбақадан ұзап алға шығып кетіпті. Артына қарап, ол әлі жолдың басында шығар деп ойлап, бір ағаштың түбіне барып, аздап демалайын деп жатып ұйықтап кетеді. Ал тасбақа болса асықпай, бірақ тоқтамай жүріп отырып, қоян ұйықтап жатқан жерден де өтіп кетеді. Қоян оянса, тасбақа мәре сызығынан өтіп бара жатыр екен. Қоян бар күшімен жүгірсе де кеш қалыпты. Тасбақа жеңісіне қуанып, тұрақтылық пен сабыр жеңіске жетелейді, депті. Балалар, жылдамдық емес, табандылық пен тұрақтылық жеңіске жеткізеді.